Сәлем достар, сіздермен бірге Арфат. Бүгін біз жаңа видео түсіретін боламыз Оливер Твист туралы. Бұл видеода орындалмаған ұрлық деген тақырыпта тақырып болады. Оливерді ұрлап кеткеннен кейін Феджи мен Сайкс ұрлық жұмысын жоспарлаған болатын. Бір қожайынсыз үйді тонауды. Тоби Крекетпен олар көпір маңында кездеседі. Тоби Крекет ол үйдің қожайындарының басқа жаққа кетіп қалғанын айтады. Сөйтіп сол үйге барады. Билл Сайкс Оливерді терезенің арғы жағынан лақтырады. Кассин ана жақта барды төменге түсте бізге есікті аш дейді. Сөйтіп Оливер ол ойланып қалады. Қазір айқайлайын ба жоқ, айқайламай қояйын ба дейді. Сөйтіп айқайламай қояйын деп шешеді. Сөйтіп жаңағы Оливер ішінен Құдайым бұл ұрлыққа мені араластырма дейді. Бірақ ол кезде кеш болады, себебі Билл Сайкс оны терезенің арғы жағына шығарып жіберген болатын. Сөйтіп ол баспалдақпен түсіп бара жатқанда не істерін білмей қалады. Айқайлайды ма, әлде есікті ашады ма? Сөйтіп ойланып тұрғанда Сайкстың даусы шығады: қайт деген. Сөйтіп есік тұрады баспалдақтың төменгі жақтарында. Сол есіктен бір-екі адам көлеңкесі көрінеді. Тарс еткен дыбыс шығады. Сөйтіп Оливер қорыққаннан жаңағы терезесінен лақтырып жүрген бөлмеге барады. Сөйтіп Билл Сайкс оны тартып алып Тоби Крекетке айтады: мен шәлімді әкеш, баланы жаралапты дейді. Сөйтіп артынан ит жүгіреді жаңағы банданың артынан. Осымен бөлім аяқталды достар. Келесі бөлім құпия. Ол деген ең қызықты бөлімдердің бірі болады. Оливер Твисттің анасы туғаннан кейін Оливер Твисттің анасы не болғаны туралы болады. Сонымен аяқтайық. Бірақ келесі бөлім Росомаха туралы болады. 3 күннен кейін шығады. Сау болыңыздар.